4 июнь 2026 жыл. Жамбыл облысы Шу қаласы Төле би ауылының аяғы мына. Төле би ауылы. Қарасаңыздар. Катпен келіп, мына жердің бәрін. Шу өзен жағасында өн жерде карьер ашып алған ғой өзінше. Мына жерден келіп. Міне. Табиғаттың бәрін тас-талқан шығарамыз. Осы жерде өткенде ұстағанбыз бір КамАЗды. Видео жетонға түскен ол, түсірген. Полициялар, мына ОСБ, қараңыз, қадағалаңыз. Қазір сол күнгі сол ненің экипаждың нөмірін бәрін жіберем арызға қосып, тіркеңіздер. Қараңыздар, қадағалаңыздар, видео жетонды өшіруге болмайды ғой, білесіздер. Өшпейді ол. Тексеріңіздер. Табиғаттың бәрін құртудан осылай тас-талқан шаған емін-ерген кіріп, картпен құмды алып, ар жаққа дейін жеткізген. Кім рұқсат берді бұны? Өзенде табиғатта тас-талқан шығаруға. Міне. Қарағандарыңыздай өзеннің жағасын бәрін құртқан, талдың бәрін сындырып, мына жердің құмының бәрін алып, емендерін айтып отырмын ғой. Өзеннің бәрін сатып алған ба бұлар, білмеймін, таң қалам да мен. Қараңыз, жаңадан келгеніз, түнде алған ғой. Осылай. Құммен күрес жүріп жатыр дейді. Қаяқта жүріп жатсыздар, айналайын. Кабинетте жүріп жатыр ма құммен күрес? Таң қалам да мен. Құммен күрес деген осы Решкен жағасында болады, құммен күрес деген. Құм Решкен жағасында ғой. Или трассада кез келген уақытта ұстап алуға болады. Қай қызметке кез келген уақытта кез келген ұстап алады. Ана жеңіл көлікпен күреседі. Жеңіл көлікпен күреседі, ғайып болды. Трассаға шығады да, ана күн көрінген тоқтатып, сонымен күреседі. Алда көрсететін болам. Қалай күресіп жүрген бүткіл халыққа көреді ғой. Білесіңдер соң не болатындарын. Қараңдар. Халық не деп пікір жазатын сендерге, кайшниктерге. Осылай. Қараңыздар. Шөзін сатып алған ба деп балам да мен. Шөзін жағасын сатылып кеткен жоқ па мынау? Полностью. Мынау айтып отырмын ғой, мынау Ждановтан бастап, мына неге дейін. Анау Балуан Шолақ ауылының ар жағына дейін, Кировқа дейін, Байдыбек ауылына дейін сатылып кеткен жоқ па? Жер. Өзен жағасын бәрін осылай қазып тастаған. Қазір көрсететін болам. Дружбаң бар, Жембет ауылының бар, жан-жағын бәрін қазып тастаған. Осылай. Мына Төле би аяқ жағы ғой. Осындай. Бір күн алғымаған ғой, бәленбай күн алып жүрген. Мен анада түсірген бұны көктемде. Ешқандай күрес жоқ. Осындай. Қалай күресіп отырса таң қалам да негізі. Күндіз алып жүр ма? Түнде ме? Жоқ, күндіз алып жүр. Қай уақыттарда алып жүр? Ертемен алады, кеш қарай алады. Таңертең алады, кеш қарай алады. Таңертең қай уақыттарда? Сол 5-терде алады. Таңғы ма? Сосын кеш қарай алады. Біраз жерін бәрін қазып тастапты. Мына жақта қазып тастады шешесіз, бәрін қазып тастады. Мына жағында қазып тастады ма не? Анау туын, анау туы тұр анау. Иә. Туы тұр ғой. Туын қазып тастады, қазып жатыр екен, қазып тастады екен. Топырақ алып жүр ма не? Топырақ құм алып жатыр. Құм алып жатыр сол жақтан. Міне сіздер құммен күресіп жүрген кезде топырақ, құм дейді, мына бейіттің жан-жағын бәрін босқа шығарған дейді. Айналайын, сендер Құдайдан да қорықпайтын болғансыңдар ғой, значит. Міне осылай. Мына кісі айтып жатыр, қазір көрсететін боламын жалғасын. Міне Талғат Оспанов, Иманғали, сіз тағайындады ғой, осыны табиғатты қорғау несіне. Мына қараңыз. Пиязды әкеп төгіп мына жерге. Қараңыздар, шыбын үймелеп отыр. Үстін топырақпен көміп қойыпты. Мына егесін анықтаңыздар. Мына жерден құм алып жүрген адам ғой. Сіздер білесіздер кім екен бұны. Нақты. Тексеріңіздер, мынаны штраф жазыңыз. Мынау не? Свалка емес қой бұл жерде. Свалкаға төкпей ме мұны әкеп?
құмды тастаннан енді басып алып пияз егіп өшіре төгесіп ана құм басып ары қарай кеткен. Білесіздер ғой нақты кім екенін. Мына істеген. Мына қазір ауылдың әкімі. Міне сізге мынаның пияз, мынаның астының бәрі пияз. Бір КамАЗ төккен мына жерге бір қоба. Міне мына жерге де бір КамАЗ төккен. Ана жаққа да 1-2 КамАЗ төккен. Бәрін құммен жауып қойған. Міне мусор төккен. Сосын қазғылауға кім рұқсат берді? Сосын оған кім рұқсат берді? Бұны кім істеп жүр? Ана Төле биде шыға берген жерде камера бар ғой, қараңыздар, қадағалаңыздар. Көріңіздер камера. Кім өтіп жүр КамАЗды? Біледі ғой. Өткенде өшірді ұстадық қой біреуді. Полициялар үстіне құмы жоқ екен, жібере салды ғой. Міне. Мынау не? Свалка ма не? Мусор төгетін мынау не сұмдық? Қараңыздар, топырағын бәрін қазғылап. Мына жерге сасық, мына жақта өткен ана жақта бір сиыр өліп жатыр. Ана төбенің басын бәрін құмын бәрін тасып жатыр дейді. Міне. Пияз мына жерде әлем. Міне. Таза Қазақстан. Шу қаласы, Жамбыл облысы, Шу қаласы, Төле би ауылының. Төле би ауылының аяқ жағында свалка емес бұл жерде. Топырақты кім рұқсат берді не қылған? Міне жақында төккен ізі де бәрі жатыр. Мына осы құм алып жүрген қатпен көмген ғой бұл. Міне. Осында ана жердің топырағын бәрін алып жүрген сол бір адам ғой. Штраф салыңыздар мына ұстап. Осы жерде аңдып кеп түнде жеу кеп ұстайсыздар ма? Не істейсіздер? Арнайы жеу жасақ жібересіздер ме? Ана жерге аңдуға. Не істейсіздер мынаған? Қазір видеоны жүктесем мен әлеуметке сразу талқылады болды. Осындай табиғаттың бәрін ластап жүрген кім? Мына жердің бәрін опырып, төбенің бәрін бітірген ғой, топырақ басып, ана жердің бәрін қазғылап. Бұл жер карьер емес қой. Сосын бұл жер свалка емес, мусор төгетін. Төле бидің ана жағына төгетін мусорды. Облыс әкімінің назарынан, Астана депутаттардың назарынан осылай пияз төгіп, үстін топырақпен көміп, шешетін бәрін топырақ алып, ана өзеннен құм алып, жанынан жақсы бизнес ашып алған біреу. Өліктер тастап, одан қала берсе. Көміп бәрін. Мусор төгіп. Жақсы бизнестерің жақсы ғой. Не жеп ақылды боласыңдар айналайын. Табиғатқа жаны ашымайды бұндай адамдар. Табиғат керек жоқ, тек бұған ақша керек. Болды. Тек ақша үшін өмір сүріп жүрген адам ғой, болашағы ештеңе кері жоқ бұған. Табиғат ертең осының бәрі шу өзеніне ағады, шу өзеніне ауру тарайды сосын. Облыс әкімінің назарынан, Астана депутаттардың назарынан арнайы жасақ кеп күреспесе, шу өзенінің бәрін, жан-жағын бәрін, топырағын, құмын бәрін, мусор төгіп, жан-жағын бәрін осылай тастап тастаған. Бәрі КамАЗбен төгеді, басқа КамАЗдар төгеді, басқа ешкім төкпейді. Бәрі біледі. Қобалар төгеді бәрін.